Сәлем достар, бүгін сіздермен пломбир тортын пісіретін боламыз. Ең әуелі біздер ыдысымызға сүтті құйып аламыз және жұмыртқаның сарысын, кукурузный крахмалымызды және қантымызды салып толық араластырамыз жай отта. Осыны қою болғанша араластырып тұрамыз, асты жармасып қалмау керек. Міне қыздар, біздердің креміміз дайын болды. Осылай кеседен қозғап тұрдым, әдемі қою масса шықты. Отты өшіріп, енді осыны бөлек ыдысқа салып, толық мұздағанша қойып қоямыз. Бетін пищевой пленкамен жауып қойыңыздар. Жапқан кезінде неге жаңағы дайын болған креміміздің үстіне толық тиіп тұру керек. Енді біздер қыздар коржымызды дайындаймыз. Ол үшін жұмыртқа керек болады, бөлме температурасында тұрған сары май және ұн, какао, разрыхитель. Мына жерде бүкілін бірге салбаған ұнды, какао және разрыхительді. Үстін бір банка сгущенное молоко керек болады. Ең әуелі біздер жұмыртқамызды жақсылап миксерлейміз. Өзінің үлкен объем болғанша жақсылап 5 минут араластырамыз. Енді осының үстіне сгущенка молокомызды салып және оған бөлме температурасында тұрған сары майымызды салып толық араластырамыз. Жақсылап миксерлейміз. Жақсылап араластырдық. Енді осының үстіне ұнымызды салып, тағы да миксерлейміз. Жақсылап миксерлеп, осындай қою әдемі масса шығу керек. Жақсылап араластырдық. Енді осыны пергаментный бумагеге 2-3 қасықтан салып, 180 градуста 10-15 минут пісіріп ала береміз. Корждарымыз дайын болды, қыздар. Енді осыны дайын болған корждарымызға крем жағамыз. Мына жерде менде сливки 500 грамм. Қатты салқын болу керек. Және оған алдына дайындалған кремімізді салып, жақсылап миксерлейміз. Сливкеміз дайын болды. Осындай қою әдемі масса шығу керек. Енді осының үстіне мағынағы кремімізді салып, тағы да араластырамыз. Қою болғанша жақсылап араластыруымыз керек. Креміміз дайын болды, қыздар. Енді корждарымызды жинаймыз. Енді корждарымызды жинаймыз. Мен арнайы осындай кальцияда жинаймын, түзу әдемі шығу үшін. Біртіндеп осылай крем жағып нетеміз. Міне қыздар, мен кремдерімді толық жақтым, ішіне бүкіл корждарыма. Креміміздің үстіне де жағамыз бүкіл жеріне. Дайын болған тортымызды холодильникке 3-4 сағатқа холодильниктен алып шықтым. Қыздар, енді осыны сіздерге қазір кесіп көрсетемін. Жұмсақ ауызда еритін. Сіздер де істеп көріңіздер. Менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар.